видеода не байқадыңдар? Отбасы барлығы отбасы үшін. Видеода біз отбасын көреміз, бұл жерде бақытты отбасы, қуанышты бірге дастарханның барысында отыр. Отбасы жайлы айтылған бұл жерде. Жақсы. Отбасын тағы не керек біз? Отбасын тағы бізге не береді? Не ұқсата аласыңдар өздерің? Нұрдан? Отбасы біздің тірегіміз, яғни ұят жетмейді. Не ол? Бізге не жылы балған туа сала, ұясынан барлық жылы немелері отбасынан алады. Жақсы. Тағы отбасы бізге береді, жылылығын береді. Үлкен қазақта бір жақсы мақал бар. Ұяда тамаша. Енді жиған терген әдісі бойынша отбасы туралы мақал материал түзбейді. Отбасы бересі, отбасы бересі. Жақсы. Отбасы сән сыйластық, достың сән қылмастық. Тағы да? Жанұясыз адам ағашсыз жеміс сияқты. Жақсы. Жақсы адам отбасын өлтірмейді, жаман адам отбасын көндірмейді. Жақсы, тамаша. Одан қуат отбасы шуа. Даланы біреуін артық айтқан. Жақсы, тамаша. Тоқжан бар ма сенде? Аян? Балаларсыз отбасы иесі жоқ көрсе. Жақсы, тамаша. Тағы да бар ма? Шума? Бар ма? Жақсы, отан қуат, отбасы шуақ. Менің отбасым, менің байлығым. Жақсы, тамаша. Балалар дұрыс айтасыздар, иә? Бүгінгі біздің жаңа сабағымызда енді осы тақырыбымыз жалпы сендердің алатын орындарын таңдайық. Отбасы тәрбиесінің бала дамуына алатын орны. Мен бұл жерде өзімді барлығынан соңғы болдым, себебі мен өз отбасымда кенже балаларым. Ал сен жалпы өзің болашақта қандай армандары бар? Жаңағы видеодан қорытынды шығарасың ба? Жаңағы видеодан қорытынды шығаратын болсам, бұл жерде екі баланы мысал ретінде алған. Бірінші балаға мысалы жаман тәрбиесін ата-анасынан алатын болғандықтан сол жерде ең бірінші алғашқы тәрбие ата-ананың тәрбиесі екендігі көрсетілген. Және ең соңында екі баланың жолы екі түрлі болып кеткендігі. Яғни бірінші баланың жаман жолға, ал екінші бала жауапкершіл ата-анасы. Үнемшіл. Үнемшіл бала болуы. Ал сен қайсысы болар едің болашақ? Екінші үнемшіл, қанағатшыл, әдемі, жақсы болу үшін. Жақсы. Аян. Мен өзімді осы теректің осы жеріне қойдым, себебі мен үйімде ортаншы баламын, және осы кейінге осы ата-анадан кейінгі болатын осы жемісімін деп санаймын, және өзімнен кейінгі осы қарындас бауырларыма осы бек қорғаныш болатын болғандықтан осы жерден деп санаймын. Мысалы осы жерде мысалы жақсы немесе осы ата-анамды қорғап шығамын. Бауыр қарындастарымды қорғайтын болды. Сәлеметсіздер мен құрметті қонақтар, отырыңыздар. Балалар, осы аптада бізде қандай ерекшелік, қандай біз апталықты жүріп жатыр? Апталығымызға қалай? Тіл мен тарих асыл мұра. Тарих біздің сабағымыздың ұраны өткеніңді еске алсаң, өшкеніңнің белгісі, өткеніңді ұмытсаң,